әлемдегі ең үлкен жұлдыз қандай? Жер бізге өте үлкен болып көрінеді. Тіпті күннің өзі көзге сыймайтын алып жұлдыз сияқты. Бірақ шын мәнінде күн ғаламдағы миллиардтаған жұлдыздардың бірі ғана. Тіпті одан жүздеген, мыңдаған есе үлкен жұлдыздар бар. Егер олардың біреуін күннің орнына қойсақ, жер ғана емес, бүкіл күн жүйесінің бірнеше ғаламшары оның ішінде қалып қояр еді. Ендеше, әлемдегі ең үлкен жұлдыз қайсы? Бүгін ең алып жұлдыздарға бірге саяхат жасайық. Бұл қызықты фактілер. Алдымен өз жұлдызымыздан бастайық. Күннің диаметрі шамамен 1.392.000 шақырым. Оның ішіне шамамен 1,3 миллион жер сыяды. Бұл санның өзі таңғаларлық. Күннің жарығы жерге жету үшін 8 минуттан астам уақыт жұмсайды. Бірақ бұл алып жұлдыз ғаламдағы ең үлкен жұлдыздардың қасында өте кішкентай болып көрінеді. Келесі жұлдыз Арктур. Ол күннен шамамен 25 есе үлкен. Егер Арктур күннің орнында тұрса, оның көлемі Меркурий мен шолпанды толық жұтып қояр еді. Ал жер оның бетіне өте жақын орналасып қалар еді. Бұл жұлдыз бізден шамамен 37 жарық жыл қашықтығында орналасқан. Бірақ Арктур бұл бастамасы ғана. Бетельгейзе. Енді Бетельгейзе жұлдызына назар аударайық. Бұл қызыл түсті аса алып жұлдыз. Оның көлемі күннен шамамен 700-900 есе үлкен деп есептеледі. Егер Бетельгейзе күннің орнына орналасса, оның шеті Марс орбитасынан асып кетер еді. Кейбір есептеулер бойынша ол тіпті Юпитерге дейін жетуі мүмкін. Бір күні бұл жұлдыз аса жаңа жұлдызға айналып, алып жарылыс жасайды. Сол кезде ол аспанда ай сияқты жарық болып көрінуі мүмкін. Скати. Ұзақ уақыт бойы ғалымдар әлемдегі ең үлкен жұлдыздардың бірі ретінде Скати жұлдызын атады. Оның радиусы күннен шамамен 1700 есе үлкен. Егер оны күннің орнына қойсақ, Меркурий, шолпан, жер, Марс тіпті Юпитердің орбитасына дейін кеңістік түгелдей осы жұлдыздың ішінде қалар еді. Оның жарығы бізге жету үшін шамамен 9500 жарық жылы жол жүреді. Бұл адам елестете алмайтын қашықтық. Стефенсон 2.18. Бұл қызыл аса алып жұлдыздардың радиусы күннен шамамен 2100-2150 есе үлкен деп бағаланады. Егер осы жұлдыз күннің орнында тұрса, ол Сатурн орбитасына дейінгі кеңістіктің басым бөлігін алып қалар еді. Яғни, жер ғана емес, Марс, Юпитер тіпті Сатурнға дейін көптеген ғаламшарлардың оның ішінде қалып қояр еді. Бұл жұлдыздың көлемін адамның көз алдына елестету де қиын. Бірақ Стефенсонның ең үлкен дегеніміз нақты емес. Ғалымдар бүгінгі күні қай жұлдыздың ең үлкен екенін нақты айта алмайды. Себебі бұндай аса алып жұлдыздардың сыртқы қабаттары өте сирек әрі тұрақсыз болып келеді. Олар үнемі кеңейіп және қайта кішірейіп отырады. Сондықтан бір зерттеуде ең үлкен болып көрінген жұлдыз кейінгі өлшеулерде басқа орынға түсуі мүмкін. Дегенмен Стефенсон 2.18 мен Скати бүгінгі таңда белгілі ең алып жұлдыздардың қатарында. Қорытындылай келе, біз үшін күн алып жұлдыз. Ол жердегі барлық тіршіліктің көзі. Бірақ ғалам ауқымында күн аса үлкен емес. Онда жүздеген, тіпті мыңдаған есе үлкен жұлдыздар бар. Мұндай алыптарды көргенде адам ғаламның қаншалықты шексіз әрі таңғажайып екенін түсіне бастайды. Мүмкін біз әлі де ең үлкен жұлдызды таппаған шығармыз. Өйткені зерттелмеген ғалам бізге әлі де талай құпиясын ашары анық.